Сәлем достар, баршаларыңызға. Балабақшада балаңыз нешінші кезекте тұрған телефон арқылы тексеретін боламыз. Бұл видео сіздерге пайдалы болады деп ойлаймын. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қолдап кетіңіздер. Алда сіздермен көптеген пайдалы видеолар бөлісетін боламын. Келесіде енді бізде телефондарыңызда Google немесе Safari болса, соған кіресіздер де поискке жазасыздар. Біз қазір Шымкент қаласы бойынша тексерейін деп жатырық. Осы жерге Indigo 24 KZ деп жазасыздар. Міне менде шықты. Жоғарыда адамның бейнесі тұрған жерге барсаңыздар, сіздерде бірінші қадам шығады. Өздеріңіздің ЖСН номерлеріңізді осы жерге жазасыздар. Әрмен қарай екі жерге галочка қоясыздар. Ары жалғастыру деген батырманы басып, екінші қадамға өтесіздер. Бұл жерде екінші қадамда сіздер өздеріңіздің енгізген құпия сөздеріңізді жазасыздар, және де сіздерде ет24 KZ болу керек. Соған код барады, және сол кодты осы жерге растау кодын енгізу деген жерге басасыздар. Міне менде қазір өзімнің енгізген құпия сөзімді жазып жатырмын, және ары қарай ет24-ке келген растау кодын жазатын боламын. Міне осы жерге код келді. Міне соны мына жерге растау код енгізу деген жерге жазамын. Әрмен қарай кіру батырмасын бассаңыздар, сіздерде міне осы жерде жіберген заявкаларыңыз қай күні барған, қай уақытта барған барлығы осы жерде көрініп тұрады. Менде өтініш берілген күні және жалпы кезек түрі 21, және ваучердің күту парағы да осы жерде тұрады. Міне осылай өздеріңіздің балдарыңыздың кезектерін тексеріп алсаңыздар болады. Және басқа да услуга түрлерін көремін десеңіздер, осылай жоғарыда тұрған 3 точканы басып, түрлі өздеріңізге келген уведомление немесе басқа да түрлі нәрселерді көріп алсаңыздар болады.